Үстіміздегі жылдың көктемінде Түлкібас ауданы Сазтөбе ауылында 32 пәтерлі 2 үйдің құрылысы басталды. Бұл 2 баспанада мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында бой көтеріп жатыр. Қазір құрылысшылар үйдің сыртқы бөлігін жылу сақтағыш жабдықтармен жауып, әрлеп сырлауда. Ауа райы қазіргі таңға сәл қолайсыз болып тұр, бірақ бәрі қандай ауа райы болса да ішкі жұмыстар тоқтамайды, ішкі жұмыстар жүре береді. Енді осындай жақсы ауа райы болып тұрса, даладағы құдай қаласа асфальтты бәрін бітіріп аламыз деп ниет бар. Ауа райы қарасып тұрса. Сазтөбедегі 2 үйдің құрылысына қазынадан 560 миллион теңге қаралыпты. Жұмыс қарқынын жылдамдатқан мердігер мекеме баспаналарды 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесіне дейін бітіруге бел байлаған. Түлкібас ауданы Тұрар Рысқұлов ауылында да бүгінде дәл осыған ұқсас қарабалас құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Аталған ауылда 32 пәтерлі 2 үйдің құрылысы бірер күнде аяқталуға жақындап қалған. Құрылысты қолға алған 50-ге жуық жұмысшы қазір үйдің ішкі жұмыстарымен айналысуда. Сметалық құны 287 миллион, 8 ай жұмыс жоспары, графигі 8 ай. Сол 8 ай көлемінде біз осы межеленген уақытта бітіреміз деп тырысып жатырмыз. Сонымен бірге дәл осы Тұрар Рысқұлов ауылында ағымдағы жылы 64 пәтерден тұратын 3 үйдің құрылысы басталып, қазір жоспарланған жұмыстың жартысы біткен. Баспаналардың қабырғасын көтеріп тастаған құрылысшылар қыстың сақылдаған сараязы түскенше үйдің шатырын жауып алуды көздеп отыр. Күннің райы кеше ғана ба, түнде ғана жаңбыр жауды, бүгін ғана. Анадан бері ауа райы жақсы болған, ол кезде не алған жоқпыз. Енді бүгіннен бастап ол қосылып жатыр, антиморозный добавки дейді. Өзінің несі бар, жағы порциясы бар, қанша қосып, қанша не қылатын. Оның бәрі қадағалап отырмыз. Күн ашық болып не қылатын болса, онда ары қарай жұмыс жалғастыра береміз. Нұрлы жер бағдарламасымен бой көтеріп жатқан бұл үйлер Түлкібас ауданында тұратын мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы және аз қамтылған отбасыларға берілмек. Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілер мен бюджеттен жалақы алатындарға да осы жайлы баспаналардан орын бұйыруы мүмкін. Осы бағдарлама аясында келесі жылға қазірдің өзінде 21 үйге жоба сметалық құжат дайындалып, облыстық басқармалар, салық басқармаларға қаржыландыруға ұсынылды. Оның қаншасы бөлінетіні бүгінгі белгісіз. Түлкібас ауданында бүгінгі таңда үй кезегінде тұрған 1,5 мың адам бар. Атқарушы биліктегілер 2021 жылға дейін олардың бәрін жаңа баспанаға көшіруді жоспарлауда. Ерлан Отарбаев, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасы.